Біз 63-ші сабаққа келдік, unit 63. Біз осы 63-ші сабақта myself, yourself, themselves деген сөздерді үйренетін боламыз. Оның мағыналары қалай? Myself деген ол өзіме деген мағына. Yourself өзіңе, themselves өздеріне. Мысалы қараңыз, бір ер адам айнаға қарап тұр. He is looking at himself. Ол өзіне қарап тұр. Himself деген өзіне. He is looking, ол қарайды кімге? At himself, өзіне. Мына жерде міне help yourself деп тұр. Help yourself деген ол бір идиома дейміз ба, сондай бір словосочетание. Яғни ол өзіңе көмектес деген мағына емес, мына жерде help yourself деген. Help yourself деген мына жерде угощайся, тамақтан деген мағынада. They enjoying themselves. Олар өздерімен қызықтап жатыр. Яғни құмда ойнап жатыр. I мен деген, me деген маған деген, myself деген өзіме деген мағына. I looked at myself in the mirror. Мен айнада өзіме қарадым. Айнаға өзіме қарадым. He, ол, him, оған, himself, өзіне. Бізде қазақ тілінде өзіне деп аудара береміз. Бірақ мына жерде himself деген қазақ тілінде енді оған қатысты аударма жоқ, бірақ қазір осылай сөйлеммен қосып сөйлеген кезде сіздерге түсінікті болады. He cut himself with a knife. Ол өзін пышаққа кесіп алды. He, ол, cut, кесті, himself, өзін. She, ана, ол деген әйел тегіне. Her, оған, herself, өзіне. She fell off her bike, but she didn't hurt herself. Ол велосипедінен құлап қалды, бірақ ол өзін жарақаттаған жоқ дейді. Herself, өзін. You, сен, you, саған, yourself, немесе yourselves. Мысалы қараңыз, please help yourself. Егерде бір адамға айтсаңыз, тамақтаныңыз, мені алыңыз деген мағына please help yourself. Please help yourselves. Егерде көп болса, екеу немесе одан көп болса, yourselves деп айтылады. Өздеріңе. Анау yourself деген өзіңе. We, біз, us, бізге, ourselves, өзімізге. We had a good holiday. Біз жақсы демалыс өткіздік. We enjoyed ourselves. Біз өзімізбен қызықтадық. Ourselves. They, олар, them, оларға, themselves, өздеріне. They had a nice time. Олар жақсы уақыт өткізді. They enjoyed themselves. Олар қызықтады. Compare салыстырып қараңыз. Me, маған, him, оған, them, оларға. He is looking at him. Ол, ана, оған қарап тұр. Екі different people, екі әртүрлі адамдар. You never talk to me. Сен ешқашан менімен сөйлеспейсің. I didn't pay for them. Мен оған төлемедім. I'm sorry, did I hurt you? Кешір қой, мен саған жарақат қылдым ба? Көрдіңіздер ме? Мына жерде кілең әртүрлі адамдарға. Егерде өзіне қатысты айтатын болса адамдар, онда осы myself, himself, themselves осыларды қолданады. Мысалы, айнада өз-өзіне қарап тұр. He is looking at himself. Ол өзіне қарап тұр дейді. Бірақ суретте қарасаңыз, өзі айнадағы өзіне ұқсамайды екен. Бірақ өзіне қарап тұр деп осы жерде айтылып тұр. Sometimes I talk to myself. Кейде мен өз-өзімен сөйлесем дейді. Өзімен сөйлесем. I talk to myself. They paid for themselves. Ол өзіне төледі. Көрдіңіз бе? Өзіне. Яғни subject, әңгіме жүріп жатқан адам өзіне қатысты. Кілең. Be careful, don't hurt yourself. Сақ бол, өзіңді жарақаттап алма дейді. Көрдіңіздер ме? Егерде өзіне қатысты болатын болса, онда self. Self деген selfish. Өзіне қатысты. Мұнда фотоға түсіреді ғой, өздерін selfie дейді ғой. Selfie, өз-өзін түсіндіру. Осы сөзден шығады. Енді тағы да бір пайдалы бір сөзді үйреніп алайық. Each other деген. Each other деген бір-біріне, друг другу. Сондай сөз. Kate and Helen are good friends. Kate пен Helen
екеуі жақсы дос, жақын дос. They know each other well. Олар бір-бірін жақсы біледі. Each other, бір-бірін. They know each other well. Kate knows Helen, яғни Helen knows Kate. Яғни Kate Helenді біледі, Helen Kate'ті біледі, бір-бірін біледі. Осы each other деген осы бір-бірін. Paul and I live near each other. Paul мен мен бір-бірімізге жақын тұрамыз. He lives near me, I live near him. Мен оған жақын, ол маған жақын. Compare each other мен selfs'ті екеуін ажырастырып көр дейді. Яғни салыстырып көр дейді. Tim and Sue look each other. Tim мен Sue бір-біріне қарап тұр. Көрдіңіздер ме? Бір-біріне қарап тұр. He looked at her, she looked at him. Ол оған қарап. Бірақ егерде Tim мен Sue бір-біріне қарап тұрса, мына қараңыз екінші картинкада, Tim өзіне қарап тұр, Sue өзіне қарап тұр. Онда қалай болады? Tim and Sue looked at themselves. Tim мен Sue өздеріне қарап тұр. Көрдіңіздер ме? Themselves. Мына жерде each other деп айтпайсыз. Each other болса онда бір-біріне қарап тұр. А мына жерде themselves деп өз-өздеріне қарап тұр. He looked at himself, she looked at herself. Ол өзіне қарап тұр, ол өзіне қарап тұр. Егер де ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, қолдап қойыңыздар комментарияда. Осымен сабағымыз бітті.